Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен байланыста мен Сәлім Қойшыбай. Бүгінгі біздің қарайтын тақырыбымыз ол 5-ші классқа арналған. 5-ші класс оқушысы ғалымды қатарының басынан санаса да, соңынан санаса да 35-ші болып тұр. Сұрақ: қатарда неше адам бар? Міне жауаптары 68, 70, 69, 71. Алдымен пауза қосып, өз күшіңізбен шығарып көріңіз. Мен сізді шығарды деп ойлаймын, және дұрыс жауабын таба алды деп ойлаймын. Бұл негізі 5-ші класс оқушыларына арналған. Сіз 6-ші класс болғандықтан оп-оңай шығарды деп сенемін. Сонда да шығарып көрейік. Егер сіз 6 оқып сізге өте оңай болса, өзіңіздің 5 оқитын іні қарындастарыңызға жіберіп қойсаңыз болады. Қараңыз, мына жерде ғалым тұр. Және қатардың басынан санаса да ол 35-ші болып тұр. Және бұл қазір 35-ші. Басы мына жерде. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші адам бар, осы кете береді. Дұрыс па? Мен арада 35-ші адам бар. Енді оны біреулер соңынан да бастап санаған. Соңынан бастап санаса, мен арада бірінші адам бар, екінші адам бар, үшінші адам бар, төртінші адам бар, бесінші адам бар, осы кете береді. Және мынада не бар? Тағы да 35-ші болып ғалымға тіркелеміз. Біз соңынан санасақ та 35-ші болып тұрады, басынан бастап санасақ та 35-ші болып тұрады. Енді қараңыз, мына жерде ғалым бар. Ғалымның алдында қанша адам бар сонда? 35-ші болып тұрса, 34 адам бар. Яғни ғалымнан кейін қанша адам бар? Яғни ғалымнан соңынан бастап санасаңда 35-ші болып тұр, сонда мына жерде 34-ші адам бар. Яғни 34 адам ғалымнан кейін тұр. Осының барлығы осы қатарда тұрған адамдар. Сонда қатарда жалпы қанша адам бар? 34 қосылған 1, себебі ғалымда 1 адам, оған қосамыз 34. 34, 68, оған қоссақ 69. Сонда бұл қатарда жалпы 69 адам бар екен. Бұл бізде С жауабында көрсетілген.